Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге түрік халқының сүйіп жейтін пахлава рулет егін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналымды қолдап, пікір жазып тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін біз бірінші қамырымызды дайындап алуымыз керек. Бөлме температурасында еріп тұрған 82% сармайымызды қолданамыз. Үстінен 2 жұмыртқаның сарысын және де 2 ас қасық қаймағымызды салып, және де үстінен 3 ас қасық қант ұнтағын, қамыр қопсытқышты, ванилинімізді салып, қоспаларымыздың барлығын жақсылап араластырып алып, жоғарғы сұрыптағы ұнымызды пайдаланып, жұмсақтау әдемі қамыр егетін боламыз. Мінекей дәл осындай қамырымыз дайын болады, және де холодильникке, морозильникке салып қоюдың қажеті жоқ, сразу дайындай береміз. 10 минутқа пакетке салып қойып қойсаңыздар да болады. Ішкі салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның ақуызы, шым-шым тұз салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Және де үстінен қантымызды салып, әппақ үлпілдек меренга дайындайтын боламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп алып, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Мінекей қамырымызды осылай жайып алдық. Үстінен әппақ үлпілдек меренгамызды жағып, және де жер жаңғағын мейізімізді үстінен сеуіп, рулетка етіп, орап, және де бөліктерге бөліп аламыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Үстінен жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пешімізге 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пахлава рулет егіміз дайын болды. Үстінен осылай мак сеуіп қойсаңыздар да болады. Иісі, енді дәмі деген өте керемет болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер.